өзгеріп демейміз, уақыт басқа деп айтамыз да. Қазір уақыт басқа, ішім жем басқа қазір бізде. Бізде бәрі техника, технология, не дейді, компьютеризация, автоматизация, ол кездегі мышление, ол кездегі рух, ол кездегі ойлау қабілеті басқалауда. Сондықтан бұл жерде өздері таңдап, бірақ ата-ананың ақылына құлақ салғаны дұрыс та. Ата-ана өйткені көреген ғой, айтады, Гүлвира, сенің осы мінезіңе осындай бір азаматты қарап жүр деген секілді. Енді сіз мүмкін бір тоже бір күшті бір олай емес, сен екеуің бірдей сондай харизмамен болып қалсаңдар болмай қалады. Сен более сені көтеріп алатын, сенің харизмаңды көтеріп алатын, сені түсінетін, еркелігіңді көтеріп алатын азаматқа қара деп егер ақыл айтса ата-анаңыз, тыңдау керек та, прислушиваться ету керек. Осы мәселе ғана болып қалды ғой біздің қаруымыз ата-ана ретінде. Егер де таңдап берсең, сіз таңдап бергенсіз, сіз айтқасыз деп бетіне басатын балалар қазір мысалыға. Сондықтан шегіншектейді да, шегініп қалады. Өйткені ата-ана біздердің өзімізде даналық жоқ қой. Біз өзімізде даналық жоқ та. Поэтому біз даналығымыз болмағаннан кейін балаларға даналықты бере алмаймыз. Ұсақталып кеткенбіз ғой. Қамқорында. Ұсақталып кеткенбіз ғой. Деп біз үлкен адамдардың өзі біз ұсақталып кеткенбіз. Сондықтан бұл жерде ойлаймын. Ниет жастарға айтатынымыз, ниеттеріңізді түзеп, постоянно ниетіңізді түзеп, жақсы жаққа ұмтылған сайын жақсы адам жолығады. Прям жақсы жаққа қарай ұмтылып жүру керек. Иншаллах. Ниетіміз Менде сол ұстанымды ұстанам барынша. Өзің қандайсың, сондай адам жолығады, короче. Байланысты. Өзің қандай, бірақ қыз бала неке құрам деп ниет етсе, таза. негізінде қолынан іс келгені жақсы да. Бәректе. Сүйкімді болады. Күйеуіне де сүйкімді намазда. Болады. Өзі туған туысына да, Құранда. сүйкімді болады. Қолынан іс келгені жақсы. Жүрсе. Пысық болған жақсы. Тез Аллах. Әйтеуір тамақ істей алатындай. Қазір рецепттерді бәрі дайын ғой. Сәтімен. Салақ болмағаны жақсы. Салақ болса, тірліктерін. проблема содан туады. Мысалы, тамақ жасай алмаса, проблема содан туады. Сондықтан реттеушәл. Бәрібір тамақ істеуге үйдің тірлігінде икемді болған жақсы да. Икемділік керекті. Икемді адам бір ісіңді тындырып тұрса, таңертең тұрып шайыңды қойып берсе, қандай жақсы мысалы, дәл өзіме мысалды. Сол сияқты бас болған жақсы. Өзі сол бір уақыт, какой-то бір 6 айда, 1 жылда ғой, қыз бала некеленгеннен кейін, келін болғаннан кейін авторитет